Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгін біз ұйқы безі ауыратын болса, қандай симптомдар болады, қандай белгілер болады, осы туралы сөйлесетін боламыз. Обязательно видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркеліп кет, ал мен бастаймын. Ұйқы безі дегеніміз бұл инсулин бөлетін гормон. Инсулин не үшін бөлінеді? Чтобы бізді қант пен шекер, сахар деген заттардың бәрін сіңіру үшін клеткаға апарып, сол клеткаға питать еткізіп, ключ ретінде кіргізу үшін қолданылатын осындай гормондар. Бұл ұйқы безі, егер сізде ауыратын болсаңыз, ең бірінші симптом ол өте қатты қабырға астының сол жақ қабырға асты ауыратын болады. Кейбір кезде бұл ауру сезім до того қатты болады, что кейбір адамдар қайтыс болып кетуі де мүмкін бұндай ауру сезімдерден. Өйткені біздің организмде шкала боли деген бар. Сол шкала боли бойынша есептейтін болса, өте жоғары деңгейде осы именно ұйқы безінің приступы өте жоғары болып тұр. Және де осы ұйқы безі көбінесе бізде мынау біздің өт қалтасымен связаны екеуі. Қазір мен сіздерге көрсетейінші. Мысалға, мынау біздің өтіміз болатын болса, мынау ұйқы безіміз болатын болса, осылардың екі мынандай түтіктері болады да, түтіктері. Осы екеуі қосылады да, осылай вирусинг деген протокты образовать етеді, екеуі қосылады. Получается, біздің ұйқы безіміздің түтігіменен мына жерде тұрған өт қалтасының түтігі екеуі бірге жұмыс жасайды. Екеуі бірге ферменттермен гормондарын бөледі. Сол себепті, егер сіздің өтіңізде тас болатын болса, осы тас тұрып қалған болса, түтігінде тұрып қалған болса, көбінесе приступ неге береді? Осы именно поджелудочная железа ұйқы безіне приступ береді. Сол себепті ең бірінші симптом, егер острый емес, хронический типта болатын болса, мысалға иенден ауырып жүрген болса, жаймен бүйтіп покалывать етіп қояды, бүйтіп пышақ суаланса, инет қалған сияқты кейде. Осындай кездерде мысалы кейбір адамдар жүре береді, созып жүре береді. Бұл сен организмің саған уже сигнал беріп жатыр. Хозяин, қара, мен ауырып жатырмын деп жатыр. Сен оған игнорировать етіп жүресің. А соңында қатты приступ береді да бұл. Сол себепті ең бірінші симптом бұл сол жақ қабырға астының ауруы. Келесі симптом осы мечевидный отросток деген бар, эпигастр деп айтады медицинский термин. Ол былай айтқан кезде осы асқазан тұсы осы жерлер тоже самый ауыратын болады сізде. Егер поджелудочная железа, ұйқы безімен проблемдер болатын болса, содан кейін жүрегіңіз айнитын болады. Симптомдар, жүрегіңіз айнитын, аузыңыз құрғай беретін болады. Сосын егер ұйқы безі ауыратын болса, ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Содан кейін понос боласыз. Постоянно ішіңіз өте беретін болады. Кей жағдайда запор болуы да мүмкін. Осындай не кезде қабынса, ұйқы безі, осы симптомдар болады. Одан кейін терілеріңіз сарғаюы мүмкін. Не үшін? Өйткені ферменттер шықпайды организмге, өтпен связаны болғаннан кейін өт қалтасымен ферменттер билирубин деген нелердің бәрі өтіп кетеді да кожамызға. Содан біз сарғайып бастаймыз. Кейінгі симптом, сіз тамақ жей алмай қаласыз. Қанша тырыссаңыз да тамаққа аппетитіңіз болмайды, тамақ жегіңіз келмей қалады. Одан кейін ішіңіз кебініп кетеді, ішіңіз ісіп жүреді да, ісіп. Осы симптомдардың бәрі сізде болатын болса, онда немедленно тез арада ем алу керексіз, қаралу керексіз. Ол үшін не істеу керекпіз? Бірінші, общий анализ крови тапсырасыз, общий анализ мочи тапсырасыз. Содан кейін анализ на биохимический состав крови, оның ішіне не кіреді? Билирубин, общий билирубин, прямой, непрямой билирубин, сахар кіреді, гликированный гемоглобин тапсырасыз, альфа-амилаза, щелочная фосфатаза. Осы альфа-амилаза, щелочная фосфатаза деген поджелудочная железаның ферменттеріне жатады. Көбінесе альфа-амилаза да. Сосын барып АЛТ, АСТ тапсырасыз. Және де не бар? Мочевина мен креатин. Осының бәрін обязательно тапсырасыз. Одан кейінгі исследование ол УЗИ, УЗИ общий брюшной полости деп айтады. Болмаса УЗИ іш құрылыстың УЗИ деп айтады. Соның бәрін өтіп, содан кейін сізге УЗИ жазып береді заключениясын. Там
хронический панкреатит, болмаса диффузный изменение паренхимы печени, болмаса паренхимы поджелудочной железы деп өздерінің нелерін жазып береді, заключениясын узистер. И мынау біздің қан тапсырған кезде биохимический анализ кровенің ішінде именно альфа-амилаза деген фермент өсетін болады. Егер сіздің ұйқы безіңізбен проблема болатын болса, егер сіздің ұйқы безіңізде қабыну болған болса, именно осы поджелудочная железа ұйқы безінің ферменті альфа-амилаза көп көрсетеді. Егер осы видео саған қызық болған болса, обязательно лайк басып тіркеліп, каналға комментарий жаз. Мен саған тағы бір видео дайындап қойдым. Ол видео біздің ұйқы безімізді өлтіретін 8 азық-түлік деп аталады. Соған өтіп қара, үй жағдайында қандай тамақтары біз күнделікті жеп жүрміз, что біздің тез арада осы біздің ұйқы безімізді ауыртатын, ұйқы безімізге зиян ететін қандай азық-түліктер жемеу керек. Осының бәрін осы видеода, келесі видеода айтамын. Сол үшін соған өтіп қара. Сіздермен мен Бағзат Сейтқазыұлы дәрігер, сау болыңыз.